Спандияр Көбеев. Қалың мал романы. 2 бөлім. Ертеңіне шай ішіп отырғанда Тұрлықұл бай билерге: "Сіздер оны атып, Итбай қызын лайық көріп келген болсаңыздар, бүгін Әбішті қасына бір кісі ертіп жіберейін деп отырмын", деді. "Өзім қатарлы дәулет жоқ демесеңіз, баласын біз ұнатып келіп отырмыз. Құдай бұйырса, Әбішті жіберіңіз, малға қыз бермейтін адам болушы еді. Бермесе Қорекең оның басына зобалаң туғызбай ма?" деп Байғазы күлді. Кісілер кеткесін бай Әбішті шақыра кісі жіберіп, өзі шаруасына көз салайын деп далаға шықты. Бетімен жүрген торпақтарын қораға кіргізіп, шөп салдырды. Арық-тұрақ тайжабағы тұратын қораның ішіне барса, бірсыпыра тайжабағы шөп жемей қарап тұр екен. Бай Қасенге қарап: "Жабағыларды суардыңдар ма?" деді. "Жоқ, кешеден бері су ішкен жоқ. Қыз болған, су жылытып бермегесін мен қар тастап жүрмін", деп Қасен өз жұмысымен бола берді. Жайшылықта мұндайды көргенде жалшылардың жер-жебіріне жететін Тұрлықұл Қасеннің бұл жауабын елең қылмады. Бүгінгі күні оның ойында қыз айттырудан басқа шаруа шамалы еді. Бай бөтен малдарына көз салып, енді үйіне келгенше Әбіш те келіп қалды. Әбіш байдан 3-4 жасы кіші жақын ағайыны. Тұрлықұл мен екеуі қатар өсіп, жастықты бірге өткізіп, бірінің бірі ымы-жымына түсінген замандас. Байдың Әбіштен жақын жан ашыры жоқ. Тұрлықұлдың ағасынан қалған 4-5 немересі болса да, малына қол сала бастағансын оларды көптен маңына жуытпайтын. Ол жігіттер сырттан байдың өлуін ғана тілеп жүретін. Үйге келгесін бай Әбішке шақырған жұмысын айтты. "Әбден болады. Бәйбіше қайтқаннан бері Қарата өзім де ол жақ бұл жақтан сұрастырып құлағымды түріп жатыр едім. Сол өзіңіз айтқан Итбайдың қызын лайықтап осында келмекші болып жүредім", деп байдың ойға алған ниетін мақұлдап шықты. Бұдан кейін бай үлкен көк шанасына 2 жиренді жектіріп, Әбіштің қасына ауылдан бір кісі ертіп, аттанардың алдында: "Малдан қашып айттырмай келмегейсің", деді. Тұрлықұл мен Итбай ауылының екі арасы 35-40 шақырымда жер. Әбіш жасына кедейлік көрмегенде, парат жегіп көрмеген шамалы шаруаның бірі еді. Құтырып тұрған байдың 2 атын жеккесін көңіліне желік пайда болып, божы ұстаған балаға: "Айда, Қаратастағы не жайылымдағы елге түстенейік", деді. Жолда ат шалдырып, түстеніп алып, ымырт жабыла бұрқыратып келіп, Итбайдікіне түсе қалды. Далада тұрған Итбай Әбіштен неге келгеніне түсініп бәйек болып қалды. Амандықты үсті-үстіне сұрап, Тұрлықұлдың да амандығын қайта-қайта сұрап, Әбішті қолтықтап үйге есік ашып енгізіп, күпісін тымағын сілкіп қағып жатыр. Қонақтар жайласып отырғаннан кейін Итбай ауыз үйге шықты. Ас салайын деп жүрген ауыз үйдегі қатынына келіп, ақырын сыбырлап қана: "Бұлар Тұрлықұл байға біздің Ғайша жанды айттыра келген шығар. Қазыны бұзбай сал", деді. Қатыны дыбысын шығарыңқырап: "Тәйірі, қойшы, не болса соны айтпай. Жай жүрген шығар, Ғайша жанды шалға неге берейін", деп Итбайдың сөзін жаратпай теріс айнала берді. Итбай сыбырлаған қалпымен: "Былшылдамай асыңды сал", деп төр үйге қайта кірді. Шай қойылып, ет асылып жатыр. Әбіш кеңесті ерсі-қарсылы соғып жатыр. Итбай алда дей түсіп, басты дей береді. Қатыны бұлардың қалпын ұнатпаған тәрізді. Ғайшаның ойында еш нәрсе жоқ. Ас артынан қонақтар көп кеңесіп отырып төсек салдырып жатты. Шам сөнгесін Әбіш қасындағы жолдасына сыбырлап: "Баласы жұрт айтқандай бар екен. Итбай байғұс сезген кісіше жалпақтап жатыр. Қатынын қойшы, тәйірі, әйелде билік бар ма?" деді. Итбайдың жүрегі лүпілдеп, ұйқысы келмей: "Бұлар ештеме демегені қалай, батыр-ау? Етімді текке жеп кететін бола ма? Қазны бекер тұтас салдырған екем", деп дал болып біраз жатты. Бір аунап түсіп: "Қой, жұмыссыз неге жүрсің? Ертең келген жұмысының жөнін айтар", деп көңілін жұбатты. "Егер Ғайша жанды айттыра келген болса, 10 құлынды бие сұрасам бекен? Болмаса таза 1000 теңге ақша сұрасам бекен? Қой, ақшадан да 10 құлынды бие дұрыс болар. 5-6 жылда Құдай бұйырса 100-ге тарта жылқы болмай ма? Жазғы қызығының өзі қандай? Үй сыртына ұзын желіні құрып, құлындарды шыңғыртып байлап жатқан қандай?
Кемпір шалдың ысқатына кіріп мал таба бастағаны ма? Міне биыл дәл 20 жыл болған екен. Одан түсім шамалы ғой. Жұрттың қолы жылдан жылға тарылып та барады. Құдай тілекті берсе, мұратқа жетсем. Итбай көп заманнан бері осы қалқам ер жетіп, бай жерге беріп көп мал алсам дегенде мақсат қып жүретін. Итбайдың інісі Қарақұлдың есінде анау күнгі Байғазы бидің сөзі бар. Әбіштің Тұрлықұлға ғашаны айттыра келгенін сезіп, қуанып, жөнді ас іше алмай жатып еді, мал алсақ кімнің қызын айттырсам екен, деген оймен арпалысумен болды. Өзі білетін жаңа өспірім қыздарды сыпырып шықты. Өзінің сыртынан қызығып жүретін 13-14-ке келген 3-4 қызы бар еді. Оларды Тұрлықұл Сықылды қатыны өлгендер айттырып кеткен. Әлі де болса маңындағы қыз біткенді қайтадан бір сыпырып өтіп, ретін таба алмай, ақырында «Қой, жас болса да Құдай жеткізер Санекенің қызын айттырайын», деп көңілі алып қойғандай көріп, жаны жайланып, көзі ұйқыға кетті. Ертең шай ішіп болғасын Әбіш Итбайды оңаша шақырып алып, келген жұмысының жөнін айтты. Итбай қуанғандығын білдірмей ішінен: Құдай-ай, менің де тілегімді беріп, байға қолымды жеткізетін күнің бар екен, деп: Жақсы айтасыз. Тұрлықұлға бір баланы бермеймін демеймін. Ат сатсаң аулыңмен, деген бұрынғылардың бір сөзі бар еді. Туған туысқанымды алып, ағайындарымды алып бір сөзін берейін. Сіз үйге барып отыра тұрыңыз, деді. Итбай не жауап қайтарар екен деп білдірмей қораның ішінде тыңдап тұрған Қарақұл бұл сөзін естігесін қуанғанынан секіріп түсті. Итбай ауылдағы Амантай, Жамантай деген ақсақалдарды, Серғазы деген жігіт ағасы бар еді. Соларды шақыртып алдырып, Әбіштің келген жұмысының мәнісін айтты. Амантай, Жамантай құлағыңды кесіп алам десе де көне беретін қазақты момын, қой аузынан шөп алмайтын шалдары. Серғазы ұзын бойлы, сұлу мұрт, жауырыны қақпақтай жігіт ағасы. Көп сөйлемейді, ерегіс жанжалда жұмысы жоқ. Бірақ істейін десе, қолынан жақсылық та жамандық та келеді. Әбіштің келген жұмысын естіген ақсақалдар бәрі бірдей: жарайды, жас жұртыққа жаратылған бала ғой, қайырлы болсын, бері керек. Тұрлықұлда бір орын. Мал десең малы бар, бай десең бай, әйел баланың орны табылғасын не керек, десті. Қарақұл да шыдап отыра алмай қосарланып: жарайды, беру керек. Бірақ неше мал алатындарыңды сөйлесіңдер, деп ақсақалдың бетіне қарады. Серғазы отырып Қарақұлға: жеңгең ұнатам екен, әйелдің бір көлденең билігі болатын, білдің бе? Деді. Қарақұл бірдеңе дейін деп келе жатыр еді, Итбай мен екі ақсақал оның сөзін бөліп: тәйірі, әйел итті қойшы, байтал шауып бәйге алмас деген бар емес пе? Жақсы жаманды білемес олар, деп Серғазының сөзін жаратпаған Сықылды болды. Онда не билік бар еді? Деп Қарақұл да оларды қостай кетті. Ендеше өздерің біліңдер, деп Серғазы күмілжіп қалды. Итбай біраз ойлап отырғаннан кейін: не мал сұрасақ лайық болар екен, деді. Бір түлігінен 8-ден кейін алу жарамас. Мен 10 сұрасақ деп едім. Ақсақалдар: жарайды, сүйек сатылы, малға саудаласқанның ұяты жоқ қой, сұрап көрейік, десті. Сөзді бір жерге түйіп алғаннан кейін Әбішті отырған жерлеріне шақыртып алып амандасып болғасын, Амантай, Жамантай ақсақалдарымыз сапар қайырлы болсын айтып, келген жұмысыңыздың жөнін Итбайдан естіп, байдың жасын санамай-ақ бір баланы Тұрлықұлға бермекші болып отырмыз, десті. Қайырлы болсын. Алатын малдарыңыз біреудің алып, біреудің беріп жүрген малы ғой. Оны бір төлегінен алсаңыздар да, екі төлегінен алсаңыздар да өздеріңіз білесіздер, деді Әбіш. Ақсақалдар: бай малынан жазбай ма? Біз бір төлегінен 10-10 алғымыз келіп отыр. Алатында жөніміз бар емес пе? Деп біріне бірі қарасты. Әбіш бұлардың да құда болғысы келіп отырғанын сезіп, өзі айтқан 8-іне табандап тұрғысы келді де, тағы да не қылайын деп баталы малдан бір балалы малды арттырайын деді. Итбай жұлып алғандай: артына не бересің? Деді. Не алатындарыңды қайдан білейін? Біздің байға жасау керек емес екендігін өздеріңіз де білесіздер ғой. Шариғатпен кескен бармақ ауырмас, деген шамалап сұрап көріңіздер. Итбай отырып: мен баламды ырғалтып-жырғалтып жөнелтем демеймін. Бірақ төсек орынсыз, жалаңаш жалпы бере алмаймын. Бай 300 сомда ауырсынбас, деді.
Сол жерде көп тартыспай-ақ 9 балалы мал 250 теңгеге бата қылысты. Уәде жаз бие-бауда жұмысты бітірмек. Бұл отырған кісіде разы болмаған кісі жоқ. Жалғыз Қарақұл 250 теңге не болады? Деп естіртіп айта алмай, күңкілдеп кісілерді айнала берді. Бұны Итбайдан бөтен ешкім сезген жоқ. Кісілер далада сөйлесіп отырғанда Ғайша апасына келіп, «Апа, ағамдар не сөйлесіп отыр? Пәлен ақша, пәлен мал деп бірдеме дейді. Мана жат жұрттыққа жаралған бала ғой, беру керек дегенін естіп едім», деді. Кісілер не жайна сөйлесіп отырғанын сезген апасы Ғайшаға не дерін білмей, «Сен бір шіріге жұмыртқа болдың ғой, қалқам», деп көзіне жас алып, Ғайшаға білдірмей бөтен шаруасына айнала берді. Бұл сөздің не сөз екеніне түсіне алмай, екінші қайта сұрай алмай Ғайшада қала берді. Бұлайша бата қылысқанның артынан Әбіш, «Мен бір жолата құда түсіп кеткім келеді. Итбай, сен де бай кісі емессің. Топ жинап тәрбие қылатұғын. Біздің бай да жалғызілікті адам. Ерсілі-қарсылы опыр-топыр қыла беруге оның да уақыты келмейді. Бұл ұнай ма, әмеке, жәмеке?» деді. Амантай, Жамантай, молда біледі, бізге сіздікі дұрыс көрінеді. Неге десеңіз, Итбай да бәсекенің кісісі емес қой, десті. Итбай, сіздердің ұнатқандарыңыз маған да ұнай береді. Олай болса бүгін қонып, ертең сәрсенбіге біржолата құда түсіп кетіңіздер, деді. Отырған кісілер құда, сіз бізбен үйге кірісті. Үйге кіріп отырысқасын Амантай ақсақал Итбайдың қатыны Ақсұлуға қарап, «Келін, қайырлы болсын. Біз мынау Әбішпен құда болып келіп отырмыз. Тұрлықұл байға Ғайшаны беріп келіп отырмыз. Жат жұртыққа жаратқан бала ғой», деді. Келін ішінен, «Иттер ит болып отыр екен ғой», деп, «Қайнаға, Ғайшаны Тұрлықұлға теңі деп беріп келіп отырсыздар ма? Болмаса байлығына қызығып беріп келіп отырсыздар ма? Бұл қайырлы болсыныңыз қай қайырлы болсын? Мен 10-47 берсе де, жалғыз Ғайшамды шалға берге разы емеспін, байлығы өзіне», деп теріс қарап күйбекте берді. Амантайдың аузына құм құйылғансын, Итбай бір қызарып, бір қуарып, қысылғанынан тершіп, теріліп, Ақсұлуды ұрсып боқтап, «Сен иттен ақыл сұраған кісі бар ма?» деп үйден қуып шықты. Ақсұлу ұзын бойлы, аққұба, сабыр иесі, ақылды адам еді. Бұл арада қарсыласқанмен еш нәрсе шықпайтынын білді де үйден шығып кетті. Әбіш, «Ештеңе етпес, әйелдің сондай сөзі болатұғын», деп шеберлікке салды. Келініне жауап қайтара алмаған Амантай ұялғанын білдірмеген болып, «Тәйірі, әйелдің от басына бармайтұғын белігін қойшы», деп көтеріліңкіреп қойды. Серғазы дыбысын шығар-шықпас қып, «Әй, мана айтып едім ғой», деп қисайып жата кетті. Ақсұлу, «Бұлар енді маған болмас. Құдай жөнін берсе, уақытында көрермін», деп ақылға жеңдіріп ауыз үйінде мұңайып отырды. Бұл кеңестің артынан үй ішінде отырған адамдардың әрқайсысы әртүрлі ойға қалысты. Кей біреулерінің ойына, «Әйеліге еркектің үлкендігі бола ма екен? Беріп отырған жеріміз бай, мал анау, дүние анау, оралғы болатын жас баласы жоқ. Ғайша бара сала сол дүниеге ие болып күрп етіп түспей ме? Бұған енді не керек екен?» Бір сөз шығып кетеме деп Қарақұл тықыршып өліп барады. Итбайдың ашуы қатынында. Серғазы ішінен Ғайшаға жаны ашып, осының жақсы ат жаман атына бекер кіріскен екем, деп отырды. Ертеңіне құда түскеннен кейін Әбіш Итбайды шақырып кетті. Құда кетіп үй босағасын Итбай Ақсұлуға дамыл беруді қойды. Айтатын сөзінің көбі, «Ғайша жанға сенің жаның ашығанда, менің жаным ашымай ма? Бара, бәйбіше болатын орын емес пе? Арман не?» Ақсұлу кекетіп, «Мақсатыңа жеттің ғой, мазамды алма», деп теріс қарап жүре беруші еді. Итбай Тұрлықұлға құда түсіп мал алуға дайырлана бастады. Қарақұлды киетін киім, жегетін шана, ат сұрауға жұмсап дамыл бермеді. Құдаға кімді апарып, кімді қоюдың өзі бір сүре болды. Амантай Жамантай болып 7-8 кісі елден шықты. Серғазыға қаншама жүр десе де құдалыққа бармай қалды. Көңілі өсіп,
төбесі көкке жеткендей боп келе жатып Итбайдың ойлайтыны Тұрлықұл, Итбай, құда, мал, мал. Үйде оңаша қалғасын Ақсұлу Ғайшаға әнеугүні не себепті шіріген жұмыртқасын дегенінің мәнісін айтып, «Қарағым, шалға барып қалай адам боласың?» деп өксіп жылап отырды. Болған істің анығын білгесін Ғайша да, «Апа, мен шалға барып қалай адам боламын?» деп апасын құшақтап көп жылады. Күннің күні бойы уайым, қайғымен жөнді ас іше алмай, кешке екеуден екеуі оңаша мұңдасып отырған үстіне үйге бір жігіт кіріп келді. Бұл келген сол Есіл бойындағы Қарасарт ауылының жиені Жүсіп баласы Қожаш. Қожаштың әкесі Жүсіптің әлде қалай қайын жұртына көшіп келіп отырғанына бірсыпыра уақыттар болып еді. Қожаш, орта бойлы, талдырмаш, сабыр иесі, сұлу қара торы, бір сөзді, уәдеден таймайтын жігіт. Замандастары сол мінезінен өте жақсы көруші еді. Қожаш бұрын да Итбайдікіне бірнеше рет келіп қонып, Ғайшаның сұлулығынан мін таба алмай, сыртынан ғашық болып жүрген жігіттің бірі еді. Ғайшаны айттырайын десе, Итбайдың бермейтініне көзі жетіп, қолдың қысқалығына кінә қойып, көңіліне демей бергендей болып, сол ауылға келгіштеп жүретін. Бүгін келгенінің мәнісі, Итбай қызын Тұрлықұлға беріп, мал ала кетті дегенді естіп, үйде Ғайша не күйде отырғанын білмек еді. Шай ішіп отырғанда Қожаш сыр тарту үшін, «Тұрлықұлмен құда болды деп естіп едім, қайырлы болсын», деді. Ақсұлу тұрып, «Қайырлы болсынды сүйісіп, құда болған кісілерге айтпасаңыз, Ғайшажан екеумізге айтпаңыз, жиен, құда болған біз жоқпыз», деді. Бұл сөзді естігесін Қожаш ішінен шамадан тыс қуанып, екі көзін Ақсұлудан айырмай көңілімен Ғайшаны сүйіп құшып отырды. Біраз отырғаннан кейін Қожаш тағы да, «Күш қазандай қайнайды, күресуге дәрмен жоқ», деп бір сабаз айтқан екен. Сол сықылды қолдың қысқалығы не қылғызбайды, жеңгей, деді. Ақсұлу отырып, «Үйдеме шырағым, жігіттің ағы білмес, бағы білер деген», деді. Оңаша үйде бөтен бастақ адам болмағасын, бұл үшеуі мұңдарын, өткен-кеткенді әңгіме қылып көп отырды. Ғайша да бой жете бастағаннан бері қарай Қожашты сыртынан жақсы жігітке есептеп жүруші еді. Бұл екі ғашық бір-біріне сыр ашыса алмай, құр бірін-бірі сүйіп жүретін. Бұлардың ыңғайын байқап, Ғайшаның апасы қандай заман болады, бір-біріне айта алмай ибалық қылып отырған сөзі болса, сөйлессін деп, екеуін оңаша тастап ауыз үйге шығып жүрді. Ғайша мен Қожаш оңашалықта құр іштерінен, «Мен сені сүйдім, сені мен де сүйдімнен» басқа еш нәрсе айта алмады. Ертеңіне Қожаш аттанып кеткесін апасы Ғайшадан, «Кеше мен далаға шығып жүргенде жиен саған ештеме деген жоқ па?» деді. Ғайша күлімсіреп, «Жоқ, ештеме деген жоқ, апа», деді. «Жиеннің кедейлігі не керек? Екеуің қол ұстасып жүрсеңдер де, аштан өлмес едіңдер. Құдай саған осындай жігітті де кез келтірмеді-ау», деп апасы көзіне жас алды. Тұрлықұл есіне түсіп, Ғайша апасын құшақтап жылап қоя берді. Көп кешікпей, бір үйір жылқымен Итбай да келіп қалды. Ақсұлуға, «Ет ас, той қыл», деп мазасын алып барады. Малға қайырлы болсын айта, шашу-шаша келген ауылдың еркек әйелдеріне Итбай Тұрлықұлдан көрген сый-сипатын, жеген қонақасысын, қазына мүлкі мен байлығын айтып, мақтанып, жаман жер үйіне сыймай отыр. Өзін Тұрлықұлға бергеннен бері қарай не болғанын білмей жүрген Ғайша, Итбайдың сөзіне шыдай алмай, ауыз үйде отырып жылаған күйінде мұңды дауыспен қоя берді. «Әй аға, шыныменен шалға беріп, Ғайшаңның теңін таппай малға беріп, жиылған ағайынға отырғаның біреудің бақ дәулетін қызық көріп. Мен сорлы 2-3 күнен отқа түскен, отырған ажал жетпей қалуға өліп, жүрегім, басым дал боп ішім күйіп, қайғылы, уайымды, шаттық сөніп, қор болу қиын емес екендігін түсініп есіме алдым бүгін біліп. Теңімнің қатарынан ұзақ тұрмын, жүремін бірге қалай ойнап күліп,
Бұл кезде көңілім суып, бойым мұздап, тұруға шамам да жоқ жерге ілініп. Ғайшаным ұзақ жатыр жырлар күні, халықтың бұл қалай деп сынар күні. Ескермей ешбір нәрсе жүрішедім, бар мекен қасірет қапа шығар күні. Ғайшаның теңі қайда, елі қайда, кешегі уайымсыз күні қайда. Қалқамды сүйгеніне берем дейтін әкенің жанашырлық сөзі қайда. Көз жасы ренішіме қаламысың, балаңды отпен суға саламысың, болмаса жаның ашып жалғызыңды айырып жау қолынан аламысың. Мұны естіген соң Итбай да, үйде отырған ауыл адамдары да әңгімесін тоқтатып, тым-тырыс біріне бірі қарап, бұл қалай дегендей дағдарысып қалды. Итбай қатынын оңашаға шақырып алып, «Ғайша жанды жылатып қойған сен итсің ғой», деп ұрсып, балағаттап бір сөз айтса сабағандай да болып, «Ендігәрі зарлағанын маған естіртпе», деді. Итбайдың ашуы тараған кезде Ақсұлу: «Жақсы мен жаманды айырмайтын қызың бала дейсің бе? Жасының 15-ке келгені есіңде бар ма?» деді. Итбай: бала еме немене?» деп үйге қарай жүре берді.